Бізге 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басындағы қазақтардың, өзбектердің және түркмендердің бірқатар суреттері жетті. Суретке бір қараған адам оларды жұпыны өмір сүріп кедей болған деп ойлап қалады. Бүгінгі видеода қазақтар расымен кедей болып өмір сүрген ме деген сұраққа жауап беретін боламын. Егер сіздер үйде отырып ютубтан айына 1 миллионға дейін табыстауды қаласаңыздар, мен төменде қалдырған сілтемеге өтіп толық ақпарат біле аласыздар. Шын мәнінде бұл суреттер Орта Азия халықтарының қатты тоқырау мен экономикалық құлдырау кезеңдерінде түсірілген болатын. Және бұл кезеңдегі адамдар расымен де кедей өмір сүрді. Оның алдындағы кезеңдерде ғасырлар бойы қазақтар өте қымбат бағалы киімдер киіп, көрікті қалаларда өмір сүріп келді. Ежелден бері Қазақстан аумағынан Ұлы Жібек жолы өтіп тұратын. Алтын Орда кезеңінде түркілер Европа көпестерімен Қырымда сауда жасаса, таяу шығыс елдері және Қытаймен сыр бойы қалалары арқылы сауда жасады. Сауда жасап пайда табу үшін оңтүстікте көптеген қалалар бой көтерді, және бұл өз кезегінде мемлекет және қала қазынасын толтырып, халықты байытты. Егер әлемде қандай да бір жақсы зат ойлап табылса, шығыс пен батысты байланыстырған қазақ жеріне міндетті түрде келетін. Қазақ хандығының кезеңінде қазақтар Түркістан, Тараз, Сайрам, Отырар, Сауран, Сығанақ секілді көптеген қалаларды қолында ұстады, және сыр бойы қалаларында үлкен сауда мен көп пайда болатындықтан үнемі Қазақ хандығы мен Бұхар хандығының арасында талас тартыс туындап, жойқын соғыстар болып тұрды. 16 ғасырда Тәуекел хан Бұхар әскерін талқандап, Самарқанд, Ташкент, Ақси, Ферғана және Әнжанды басып алып, Бұхар хандығындағы Шайбанитер әулетін тақтан құлатты. Бұл жағдай тағы 150 жыл бойы Қазақ хандығының қазынасын молайтты. Қазақтар тек сауда орталықтарын ашып қана емес, келген саудагерлерден жүріп өткені үшін және қауіпсіздігі үшін тұрақты түрде салық жинап отырды. Орта ғасырда Қазақ хандығында болып қайтқан көптеген саяхатшылар бұл жақтағы қалаларды өте көрікті деп сипаттама берді. Мысалы, Рузби хан Сауран қаласы жайлы. Сауран жазық далада соғылған өте көңілді жарық қала екен. Оның жұмсақ сергітетін ауасы көңілге шаттық пен күш-қуат береді. Айналада әртүрлі көрікті талдар бар, ал қала биік қабырғалармен қоршалған деп сипаттама берді. Тек қазақ қалалары емес, өзбек, ауған, тәжік қалалары да өте көрікті таңғажайып болатын. Енді Орта Азия халқын кедейшілікке ұшыратқан басты себептерге келер болсақ, біріншіден европалықтар шығыспен сауда жасауға мұқтаж болатын. Бірақ 16 ғасырда жаңа материктер ашылуына байланысты, сондай-ақ ол жақта көптеген игерілмеген ресурстар мен алтын анықталып, европалықтар жаппай сол жақтағы байлықтарды алуға ұмтылды. Екіншіден, жаңа материктер ашылуы кеме өндірісін қатты дамытып жіберді. Нәтижесінде европалықтар Үндістан мен Қытайға және оңтүстік шығыс Азия елдеріне, артынша Австралияға теңіз жолдары арқылы тікелей жол тауып шықты. Бұл олар үшін әлдеқайда пайдалы болды. Себебі, ендігі кезектерде Осман империясына салық төлеп отырмай, тегін мұхит жолдары арқылы шығысқа қатынау мүмкіндігі туды. Бұл өз кезегінде түркі әлеміне орасан зор соққы болып тиді. Осман империясы Орта Азия түркілері экономикалық жағынан құрдымға кетті. Көптеген сауда жолдары тоқтап, Сауран, Сығанақ секілді қалаларды адамдар тастап кетті. Бұл аз болғандай, жоңғар шапқыншылығы мен Орта Азия елдерінің өзара соғыстар мен қалаларға жасалған соққылар онсыз да экономикасы құлдыраған халықтарға орасан зор апат алып келді. Қазақтар тек мал жағынан бай болып, басқа жақтардан кедейленді. Хиуада аштық болып, мыңдаған адамдар аштан өлді. Ресеймен сауда жасау мүмкіндігі туындап, қазақ-түркмен соғыстар орын алып тұрды. Ал орыс көпестері бұны өздеріне өте тиімді деп санап, 19 ғасырда Қазақстан аумағында жүздеген әртүрлі сауда жәрмеңкелер ашып, қазақтардың жылқыларын тиын-тебенге айырбастады. Қорытындылап айтқанда, қазақ халқы мыңдаған жылдар бойы Ұлы Жібек жолын қолында ұстаған сәтте сауда және салықтарға байланысты өте бай тұрды. Европалықтар сауда жолдарын түбегейлі өзгертуіне байланысты Ұлы Жібек жолы шабылып, қазақтар мен өзбектер, түркмендер табыстарынан қағылып, кедейшілікке тап болды. Ал бұл суреттер сол кезеңнің көрінісі. Достар, сондай-ақ менің телеграм каналыма да тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен ол жақта басқа да тарихи жағдайларды қарастыратын боламын.